деп, стресс тәнмен сезіледі. Бірақ стресс қайдан келеді? Тән оны стрессті қайдан алды? Ол мидан алды. Біздің миымызға бір негативті информация түскен кезде біздің миымызда химиялық заттар бөлінеді екен. Бұл біз басымыздың ішінде болып жатыр, сондықтан біз оны сезінбейміз, біз оны көрмейміз. Химиялық кәдімгідей зат прям бөлінеді екен. Ол гормондарға әсер етеді, ол автономды нерв жүйесіне әсер етеді. Соның бір ой пайда болғаны, бірақ ой, біреу мысалы бүгін кеше бір қызды өлтіріп кетіпті Шымкентте, мен қыз өсіріп отырмын, бір қызды өлтіріп кетіпті. Ой пайда болды ма? Мен қыз өсіріп отырмын. Ой пайда болды ма? Болды. Сол ойдан химиялық зат бөлінді, сол ойдан денеге автономды нерв жүйесі арқылы денеге бір сигнал барды, дене жиырылды, фасциялар жиырылды, одан кейін мидағы амигдала деп аталатын стресске жауап беретін бөлшек тез жұмыс істеп кетті. Префронтальды кор деген бізді жаңағы ақша тапқызатын, шабыт беретін мидың бөлігі жұмысын бүйтіп бәсеңдетті. Сөйтті дағыны біздің ішімізде осындай процестер жүріп жатыр. Бірақ ой пайда болған кезде. Бірақ негативті ойлар біздің миымызға өзі келе береді, кете береді. Маңыздысы осы ойларға химиялық жаңағы зат бар ғой бөлінетін. Сол затты бөлінбеуін біз қадағалай алмаймыз, ол бәрібір бөлінеді. Ең бастысы біз өзімізге детокс жариялауымыз керек. Мысалы үшін сізге негативті ақпараттар көбінесе қай жақтан келеді, сол жақтарды сәл бәсеңдетеміз. Мысалы маған Тенгринюстан келеді, Закон KZ-тен келеді, ЗТБ Бәке деген информациялық порталдардан келеді. Мен ол порталдардың бәрінен отписка жасаймын. Менің айналамда негатив нәрселер айтатын адамдар бар. Мен ол адамдармен азайтам. Общениені азайтам. Естің ба, анаумен ажырасып кетіпті, естің ба, мынаны бүйтіпті, ананың күйеуі кеше оны шашынан сүйрепті деген сияқты ақпаратты айтатын менің сондай окружениемдегі адамдар болса, олармен нені азайтам. Даже мен былай жасаймын, білесіздер ма? Менің күйеуім мені машинамен бір жаққа апаратын болса, ол көрші машиналардың бәрімен ұрысып боқтайды. Сосын айтам, бүгін менде маңызды эфир болады, мен бүгін состояниемді қиратпауым керек. Маған ой қажет емес, ойлар керек емес. Мына жақтан шығатын негативті информациялар, негативті сезімдер керек емес. Сол үшін мен таксимен барамын. Кәдімгідей мен сондай шешімдер қабылдайтын күйге жетті. Өйткені менің состоянием, менің өміріме, менің ісіме, менің продажама, менің ахватыма бәріне әсер ететінін мен жақсы біліп алдым. Сондықтан да кейде осындай шешімдерді қабылдаймын. Жоғалып кетем, ответ жазбай қоям. Өзіңді таңдау, бұл өзіңді жақсы көру емес, бұл менің состояниемді өзім бақылауда ұстай алуым. Мен өзімнің реальностімді өзім жасай алатынымды білдім да, сол үшін мен состояниемді өзім шектеймін. Менің анам сондай ақпарат айтады, мен қалай сөйлеспеймін. Енді ең жақын адамдарымыз болғаннан кейін тыңдаймыз, бірақ жауап бермеуге тырысамыз. Дейміз да қоямыз. Білмейді екенмін дей саламыз. Бірақ та жүрекпен сезім бермеу керек. Ең бастысы, сезім келе жатса, оған тоқтау қоя аламыз, терең тыныс аламыз. Сезім келе жатса, мысалы бір ең жақын адамымыз бір негативті ақпарат айтты, оған мына жақтан сезім келе жатыр, бір раздражение болып жатыр, немесе өзіңді кінәлі сезініп жатсың, немесе бір ашуың келіп жатыр. Терең демаламыз, маған қандай сезім келіп тұр? Сезімді баспаймыз, сезімді мойындаймыз, қабылдаймыз. Маған қандай сезім келе жатыр? Ыза келе жатыр, ашу келе жатыр, раздражение сезініп жатыр. Қабылдаймын осы сезімді и аузымен шығарып жібереміз. Бұл басында ұзақ процессті алатын сияқты, ұмытып кететін сияқтысың, бірақ ол кейін автоматтанып кетеді. Автоматически сіз жасайтын боласыз. Біздің негативті ойларымыздың көбісі автоматтанып алған ғой, Мысалы, жер сілкінісі деген негативті ой, алматылықтардың әрбір алматылықтың ойында автоматты негативті ой болып тұр. Ол любой моментте қосылып кетеді, любой моментте денеден сондай күй шығады. 1991 жылы